عن أبي عبد الله خباب ابن الأرت خباب ابن أرت деген сахабадан хадис келеді радиаллаху анху قال ол кісі айтады шакауна иля расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға шағымданып бардық дейді وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сырт киімін орап басына жастанып қағбаның көлеңкесінде дем алып жатыр еді дейді. Фақулна біз айттық әла тастансиру лана әла тадъу лана бізге Аллахтан жәрдем сұрамайсың ба, бізге Алла тағалаға дұға қылмайсың ба біз үшін деп біз пайғамбарымызға шағым айтып бардық дейді. Шағым айтуының себебі Хаббаб ибн Арат радиаллаху анху 6-шы мұсылман дедік. 6-шы мұсылман. Исламға кіргендердің қатарында Расулаллахтан басқа есептегенде 6-шы санмен. Қандай мәртебе бұл үшін радиаллаху анху. Бұл кісі ұста болған, темірден бұйымдар жасайтын болған. Сосын ол исламды қабылдағандығы үшін бұл тек өмірінде емес, бұның кәсібіне де сынақ келеді. Бұның табысына да сынақ келеді. Ол табысы қалай? Бұл бір күні бір мүшриктердің біреуіне қару жасап береді, қылыш жасайды. Сөйтіп ол дайын болады, оны сол мүшрикке табыстаған кезде ол ақшасын бермей қояды. Ол айтады, дініңнен қайтсаң ақшаңды берем дейді. Дініңнен қайтсаң ақшаңды берем. Сонда бұның бар жазығы не? Мұсылман болғандығы ғой, бірақ керек құралын жасап беріп тұр оған. Тапсырысын жасап берді. Ол айтады, сен өліп қайта тірілген күнге дейін қайта тірілсең де мен исламнан бас тартпаймын, дінімнен бас тартпаймын дейді. Хаббаб ибн Арат айтады. Сонда ана кісі тұрады да айтады, қайта тірілетін болса, онда сол қайта тірілген кезде мен бай болам, сол кезде ақшаңды берем дейді. Жаңағы мүшрик айтады. Енді бұның күші жоқ, Хаббабтың тартып алатын күші жоқ. Өзі 6-шы мұсылман болып тұр, санаулақ мұсылмандардың саны аз. Ал мүшриктер, оларда күш бар, оларда сан бар, бірдеме болса бұлар жабылып ұрып тастайды. Бұларды дүниесін тартып алады деген сияқты. Сонда бұл сынақ сабақ алатын нәрсе ғой жалпы. Адам исламды қабылдап, дінінде бекем болғандығы үшін біздердегі ой бар ғой, бір қалыптасып қалған. Бір дүниесімен сыналмауы мүмкін деген сияқты да. Дүниеңе сынақ келеді. Адам исламды қабылдап, исламға қаншалықты бекем болған сайын дүниесіне сынақ келеді. Мысалға бір адам мұсылман ол қажыға барған ол умраға барған, ол намаз оқиды, ол ораза ұстайды. Оның кәсібі бар. Бірақ оның кәсібі шариғатқа сай емес нәрселерді жасайды, мысалға айтайық. Шариғаттың талаптарына сай емес болған нәрселермен айналысады. Ішінде алдау бар, арам бар, шариғатта құнсыз болған нәрсе бар, қоғамға зиянды нәрсе бар. Бірақ ол оны көрмейді әлі де. Оның көрмеуі оған сынақ та. Оның көрмеуі сынақ. Егер ол оны көрсе, оны білсе, оны көріп, біліп тұрып, одан бас тартпауы сынақ та оған. Қалай әні? Енді көр енді. Енді қара. Дүниең мына жақта тұр. Сен осы күнге дейін өзіңнің айтуың бойынша менің осы жетістікке жетуіме осы себеп болды деп тұрсың ғой, енді осындай нәтижеме себеп болды. Қалай бұдан бас тартамын? Мына жақта саған дін келіп тұр. Енді таңдау жаса енді. Дінің не айтады? Не сенен не істеу керек болады? Дінге бойұсынып, қалай маңдайыңды сәждеге тиіп, намаз бастап, ораза ұстап, Құдайға құлшылық қылған болсаң, дәл солай. Ана жасап жатқан кәсіптерімізді де, шаруаларымызды да, оларды да дәл солай Аллаға қарай бұру керек болады. Олардың маңдайын сәждеге тигіз деген сөз, яғни кәсібіңнің маңдайы сәждеге тисің деген, өзіңнің маңдайың сәждеге тиген секілді, кәсібің
шариғатқа сай болсын деген мағына ғой. Ішіндегі нәрселерді алып таста, шығар. Егер осындай нәрсе болса. Ал егер түбегейлі жою керек болған болса, оны қара. Таңдау сенде. Дін саған айтып тұр. Енді мына Хаббаб ибн Араттың шағымданып тұрғаны ғой, жан жақтан сынақ келіп жатыр. Тек ұрып соғудан ғана емес, тек мүшриктерден ғана емес, Аллах тағала жан жақтан сынақ. Сөйтіп келеді де пайғамбарымызға шағымызды айттық. Тек бұл ғана емес, басқалар да сыналып жатыр. Тек бір ғана сынақ емес, түрлі сынақтар бар. Шаршайды ғой енді. Пайғамбарымызға келіп айтты: "Я Расулалла, бізге Аллахтан жәрдем сұрамайсың ба?" депті. Біз өзі тура жолдамыз ба өзі деп. Біздің тура жолда болған болсақ, біздің ұстанғанымыз дұрыс болса, неге Аллахтан сұрамаймыз жәрдем депті. Әдеттегі қиындыққа тап болғанда адамның аузынан шығатын сөз ғой мынау. Сонда жеткен жетістігім осы болды ма менің депті. Адам кейде шағым айтып қалады ғой біреулер. Жаңағы, сонда намаз оқығаным бәрі осы болды ма менің депті. Намаздарын, діннің мәселелерін кінәлап шығады. Бірақ Аллах оны қандай нәрселерге дайындап жатқан, ол қандай дәрежелерден өтіп жатқан, көтеріліп жатқан бір-ақ сәтте жойып тастауы мүмкін да, бір сөздермен. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Фақала", жаңағы сахабалардың сөзі. Бұл бәрімізге қияметке дейін жауап болды. Қандай да бір басымызға сынақ келгенде, дін үшін сынақ келген кезде, дініміз үшін сыналғанда, басымызға сынақ келгенде, пайғамбарымыздан бірден жауап келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи жауап келеді. Жаңағыдай мысалға, намаз бастадың, жұмысың алға жүрмей қалды. Орамал тақтың, жұмыстан шығарып жіберді. Немесе солай, осындай сынақтар келіп жатыр ма? Енді пайғамбарымыз айтады: "Қад кана мин қабликум юъхазур раджулу". Сіздерден алдыңғы қауымдарда бір адам діні үшін ұсталатын еді дейді. Фаюхфару лаху фил ард фаюджалу фиха. Оған жерге шұңқыр қазылады дейді. Шұңқыр қазылады. Сөйтеді келеді, ол сол шұңқырға тасталады дейді жаңағы адам. Сумма ю'табил миншар. Сосын ара алып келінеді дейді оған, жаңағы адамға. Ол Аллаға сенгендігі үшін да, таухид сенімін ұстанғандығы үшін, бір Аллаға сенгендігі үшін, мұсылман болғандығы үшін. Оны сөйтеді, алып келіп тастайды, оның үстіне ара қойылады, фаюдау аля расихи, басының үстіне ара қойылады да, фаюджалу нисфайни дейді. Оны адамды аралап екіге бөледі дейді. Тірідей жаңағы адамды аралап екіге бөледі. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. Темірден болған тарақтармен, теріден болған тарақтармен, оның денесіндегі еттерін сүйегінен бөліп тарап алады дейді. Сүйегінен ажыратып та, тарақтармен, темір тарақтармен солай азаптайды оны дейді. مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Бірақ бұл әрекеттер ол адамды діннен қайтара алмайды дейді. Сіздерден алдында қауымдың бір дінге келген бір адамына осындай нәрсе жасалады, діннен қайтару үшін, бірақ бұл амалдар оны діннен қайтара алмайды дейді. Енді Хаббаб ибн Аратқа айтып тұр ғой, примерно бәрімізге айтылып жатқан сөз ғой. Енді өзіңнің басыңа келген сынақты арамен екіге бөлінген адаммен салыстыр. Тірідей денесіндегі еті сүйегінен ажыратылып таралған адаммен өзіңнің сынағыңды салыстырып көр. Саған қандай сынақ беріп жатыр Құдай тағала? Оған қандай сынақ берді? Бірақ оны дінінен қайтара алмады сол басына келген бәлелер. Валлахи дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтың атымен ант етейін. Ла ютимманналлаху хазал амра. Аллах тағала міндетті түрде осы дінін кемелдікке жеткізеді дейді. Аллах міндетті түрде осы дінін тәмамдайды, толықтырады. Хатта тіпті ясира ракибу мин сан'a иля хадрамаут. Бір жалғыз атты адам Сан'a деген жерден Хадрамаут деген жерге дейін ла яхафу иллаллаха дейді. Тек қана Аллахтан ғана қорқады, және өзінің қой ешкілеріне қасқыр шабудан ғана қорқады, басқа ештемеден қорқпай жүріп өтетін болады дейді. Аллахтан және қасқырдан дейді.
бірақ сендер асығыстық жасап жатсыңдар дейді пайғамбарымыз сахабаларына айтып жатыр. Сендер асығыстық жасап жатсыңдар, сендер әлі бұндай дәрежеге жеткен жоқсыңдар, сендер асықтыңдар дейді да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Басқа риуаятында былай деп келеді: "Уахуа мутавассидун бурдатан ва қад лақина минал мушрикина шиддатан". Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңа сырт киімін жастанып Қағбаның жанында жатыр еді, а біз болсақ мүшриктер тарапынан қатты ауыр сынақтарға тап болып едік деген сөзді келтіреді. Бұл хадис күшті бір сабақ беретін хадис та. Адамның басына келген сынақтарға әрі қарай сол сынаққа сабыр етіп, сол сынаққа шыдап беру не үшін? Дін үшін, Алла үшін. Дін ұстанған, өзінің мұсылман екендігін мойындаған, айтқан, дінінде бекем болған адамдардың сынақсыз өтпегендігі белгілі болады. Олардың сынақсыз өтпегендігі. Және біздің басымызға қазіргі келіп жатқан сынақтар, біз бар ғой негізі, біздерді айтайық осы. Басқа үлкен ғалымдарды дым дей алмаймыз. Өзіміз сияқтыларды айтайық. Біздер ана не сияқтымыз? Мысалға бір ата-ана болса, оның бірнеше баласы болса, соның балдарының ішінде бір ең кенжелері болады ғой, өздері бір жақсы көретін, көп нәрсені бере бермейді, бірақ ана балдар кішкене бірдеме болса жылап қала салады. Баяғы үлкен балдар сияқты емес та. Үлкен балдары олар ата-аналарына қолғабыс болып, оларға көмектесіп, барлық ауыртпашылықты көрді. Олар аш болды, олар жаңа киім киген жоқ, бір-бірінің киім киіп кете берді деген сияқты ғой. Бірақ соңғы баласы, кенже балдар, оған бар тәттінде беріп жатыр. Ол үлкендер жемеген тортты жеп жатыр. Бұған бәрін беріп жатыр да. Бірақ осыған қарамастан бұл жылауықта бұл. Бұның шағымы көп. Біз примерно сол баланың халінде сияқтымыз біздер. Үмметтермен, басқа үмметтермен салыстырып келген кезде, Аллахтың пенделерінің, басқа пенделердің ішінде үммет қылып салыстырғанда, біздер бір сол кенже баланың орнына түсіп қалғандар сияқтымыз. Өйткені біздің Расулаллах соңғы пайғамбар ғой. Бізден кейін үммет болмайды ғой. Бізден кейін пайғамбар келмейді ғой біздің Расулаллахтан кейін. Біз соңғысымызда, бірақ мына сынақтармен салыстырып қарасаңыз, бізге жаңағыдай ғой, бар тәтті беріліп, бар жағдай жасалғанмен, кішкене бірдеме болса, бірден Аллаға айта қоямыз, бірден шағым айтуға дайын тұрамыз. Жаңа пайғамбарымыз айтып отыр: "Валакиннакум тастажилун". Көрдіңдер ме, сендерге дейін қандай сынақ болған? Сендер асығыстық қылып жатсыңдар шағым айтуда. Шағым айтуда асығыстық танытып жатсыңдар депті. Біздің ең үлкен сынағымызда қазір бір жақынымыздан айырылсақ, бір өлім жітім болса, сол нәрсені біз ауыр қабылдаймыз да. Өйткені біз бұл уақытта бір өлім деген нәрсеге иман етеміз ғой бәріміз. Иман еттік қой, олсыз болмайды ғой. Иманың кәміл болу керек. Сол үшін өлімге иман етесің. Бірақ практикалық тұрғыда өлім келген кезде біз неге оған қарсы шығамыз? Практикалық өлім келген кезде. Оны қалай иман еттің, дәл солай қабыл ету керек болады да иманға қарай. Ол туралы қазір келесі хадистерді оқимыз, сосын көресіздер. Валакиннакум тастажилун. Бірақ сіздер асығыстық қыласыздар, бірақ сіздер асықтыңыздар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Және ана сахабаға пайғамбарымыз не айтып беріп жатыр? Уаллахи, Аллах бұл дінін толықтырады. Тіпті бір адам жалғыз өзі Санаадан Хадрамаутқа дейін жалғыз өзі Аллахтан және қасқырдан ғана қорқады дейді, басқадан қорықпай жүре алады дейді. Аллахтан қорқатын ол өзінің иманынан, Аллахтан қорқуда. Ал қасқырдан қорқу жаңағы малына қасқыр шаппасын деп уайымдағаннан да. Хадрамаут пен Санаа деген жердің арасы жаяу жүргіншінің 11 күнде жүріп өтетін жері. 11 күнде жүріп өтеді дейді жаяу адам. Сол жерде сондай дәрежеге келеді, ислам сондай болады. Соған дейін пайғамбарымыз не намек беріп жатыр аналарға? Тастажын асығасыңдар, сендер асығасыңдар. Сондай жерге жеткенге дейін сынақтан сынаққа бітпейді бұл нәрсе деп тұр да. Сынақ бола береді, бола береді, бола береді.
Мына қазіргі күнде де дәл сондай. Мұсылмандар ойламасын, дәл осылай жүре береміз. Осы бізген көрген күніміз деп та. Жоқ. Жер бетінде Аллахтың діні үстем болмайынша, Аллахтың Құранда айтқан үкімдері, Расуллахтың өмірі көрсеткен жолы, сүннеті жер бетінде үстемдік құрмайынша, адамдар соған сай өмір сүрмейінше, адамдар топтасып осы нәрсенің ізінде ермейінше, ешқандай шаруа біткен емес. Бітпейді де. Ондай нәрсе болғанға дейін сынақ тоқтамайды. Бола береді сынақ. Сол зат болады. Вот сол кезде бүткіл сынақ толықтай бір басшының, бір халифаның, бір мемлекеттің, бір мұсылмандардың аясында талқыланады. Бір мұсылмандардың, бір дине секілді бұл мұсылмандардың мәселесінде талқыланатын болады. Оған дейін осылай әрбіріміз әр жерде бір-біріміздің артымызды аңдып, бір-бірімізді шұқылап, осылай жүре береміз қор болып. Бұның өзі сынақ. Осылай сынақтан сынақ болады. Ішінен суырылып шыққандарды суырып жоқ қылады. Ішінен оянып шыққандарды қайтадан ұйықтатады. Ұйықтағандарды одан сайын ұйықтатады. Осылай кете береді, бірақ кете береді деп ойламаңыз, түптің түбінде ол болады бәрібір. Ол болады. Адамдардың қаламаған нәрсесі болады бәрібір. Дін дұшпандардың қаламаған нәрсесі болады. Сен қаламасаң да, сенің көзің көрмесе де, сенен кейін Аллах қаласа ол болады. Оны бұл күнде біздер ештеме жасай алмай, қорқақтық танытып осылай көлеңкемізден қорқып жүрген кезде, оны бір күні сондай адамдар Аллах тағала жібереді, пайда болады олар. Оларды еш нәрсе тоқтата алмайтын болады. Аллах тағала олардың алдына сондай жол береді, оларға мүмкіндік беріп қояды, Алла оларға өзінің жәрдем береді, өйткені олар тек жәрдемді Аллахтан күтетін болады. Олар сен ойлаған нәрселерден жәрдем күтпейтін болады. Олар тек Аллахтан ғана жәрдем күтеді, сонда Алла оларға шынайы өзінің жәрдем береді. Сол кезде не істейсің? Ол кезде не олардың құрбаны болу керек болады саған, не олардың ізіне еріп шынайы мұсылман болу керек болады. Басқа мүмкіндік жоқ. Егер олай болмайтын болса, онда қиямет болады. Құдайдың алдына есепке барамыз. Екеуінен біреу. Бірақ оған дейінгінің бәрі не бола береді? Сынақтан сынақ. Бұл жеңіл демейді. Бұл ауырлай береді. Жеңіл демейді. Бір жерме күтіп жүрген шығарсыздар. Бір аяқ асты бірдеме қойды. Жоқ, ондай болмайды. Оны өзің жасауың керек, оны өзің сұрауың керек, өзің әрекет қылуың керек. Өйткені біз әрбіріміз мұсылман. Біз андай сияқтымыз. Біздер мұсылмандармыз. Сосын бір жерден бір мұсылмандарды күтіп жүрген сияқтымыз. Солар келіп бізге біздің ойымыздағы нәрсені жасап берсін депті. Бір мұсылмандар келсін де, біз жасап берсін, біз соларға ассалаумалейкум деп арасына кіріп кете қояйық деген сияқты да. Соларды күтіп атқан сияқтымыз. Жоқ. Сол мұсылмандар бәлкім сіз шығарсыз, бәлкім сіздің балаңыз шығар, сіздің шәкіртіңіз шығар, сіздің немереңіз шығар. Оған сіз себепкер болмайсыз ба? Исламның жаны өлген деген сол. Исламның жаны өліп қалған деген сол. Исламды ояту керек, тірілту керек. Аллах тағала оған бәлкім бар шығар, бәлкім енді жіберетін шығар. Аллах тағаланың өзінің сондай пенделері болады, ол нәрсені сөйтіп жасайды. Оған дейін сіздер мен біз сияқтылар бүйтіп жүреміз де, әр жерге быт-шыт болып та, соғылып та, бір-бірімізден қашып жүреміз да, сосын бір адамдар келеді, өздері бәрін орын-орнына қояды, иншалла. Сол кезде біз андай қарсы шығып қалмайық та, олар сен кімсің деп та, сен что-то басқа біреусің ғой деп, қош келдің деп күтіп алатындай болайық оларды. Осындай жағдай болып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи жаңағы Хаббаб ибн Аратқа бұл деген ойшық деп жатыр. 6-шы мұсылманға айтып жатыр ғой. Бұл сынақтарың алда көретіндерің көз алда, әлі шыдай бер, сабыр ете бер. Асықпаңдар. Сондай сынақтар өткен депті. Бізге исламда ғалымдарымыз, уағыздарда көп естіп жүрсіздер ғой, өздеріңіз білетін, мысалға, білім мәселесінде білім талап ету, білім алу, Құран жаттау, Құран оқу мәселесінде бізге не айтады ғалымдар? Жоғарыға қара дейді. Өзіңнен дәрежесі үлкендерге қара дейді. 10 сүре жаттап алғанға мәз болып жүре берме. Сенен көп сүре жаттағандар бар. Соларға қарап неге қызықпайсың? Олар саған неге жігер бермейді олар?
Құранды күшті оқитындар сені неге қызықтырмайды? Әлеуметтік желідегі жасанды өмірлер сені қызықтырған секілді, оригинал, шынайы өмірлер сені неге қызықтырмайды? Бізге айтады, дүние мәселесінде өзіңнен төменге қара дейді. Байларға қарап, бай деп атқан жоқ. Бізде керісінше айтылады қазір дүниеде, қоғамда, я? Байларға қарап, жаңағы мышленияң ба, ойың ба, ойлауың ба, сондай болу керек та. Байларский ойлану керек та. Бізге шариғат айтады, өзіңнен төмендегілерге қарада шүкір ет дейді, қолыңдағы. Баюдың жолы осы. Түсінікті, баюдың жолы осы. Баюдың жолы осы дегенде ол ойлап қалмасын, мен төмендегілерге қарап шүкір етіп отырсам, мен андай дүнием көп болып кетеді, ана немде менің шотымда көп ақша тұрады деп ойлап қалмасын. Сол шотымда сол сума тұруы мүмкін да, шотында 100 000 теңге тұруы мүмкін, ол бірақ төменге қарайды да шүкір дейді. Бір күні өз-өзін бай сезіне бастайды ол. Бірақ шотта өзгерген жоқ ештеңе. Ол өз-өзін бай сезінді неге? Өйткені оның көңілі байлықтың не екенін түсінді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай, байлық деген ол дүниенің көптігінен емес, көңілдің тоқтығынан деді. Вот міне, шынайы бай болдың енді осы кезде. Келесі хадис. Ан ибн Мас'уд радияллаху анху қала: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة. Абдуллах ибн Мас'уд айтады, Хунайн соғысы аяқталғаннан кейін соғысқа қатысқан жауынгерлерге, әскерге олжа тарататын кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам белгілі бір адамдарға артығымен үлес берді дейді. Олжаны артығымен берді дейді. Сіз өміріңізде олжа алып көріп пе едіңіз? Өміріңізде мұсылман болып олжа алып көріп пе едіңіз? Көрген жоқсыз, бірақ бар ондай нәрселер, олжа алған мұсылмандар бар. Бұл ертек емес. Бәлкім бізден кейін бір мұсылмандар келіп олжа бөлісуі мүмкін олар. Бірақ сіз олжа деген нәрсені ойыңызға кіріп, кешегі тема сияқты бір әулие туралы айттық қой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзінің жарқырауы туралы айттық қой, жүзінің жарқырауы, нұры туралы. Біз ол нұрды көрмегеннен кейін біздерге бір таңсық болып көрінеді. Олжа туралы әңгіме өтеді. Олжаны біз практикалық тұрғыдан көрген емеспіз еш жерде. Біз тек дүкендердегі акцияларды көріп жатырмыз. Тегін балмұздақ таратылған жерді көріп жатырмыз. Сондай нәрселерді көріп өтіп жатырмыз. Біздің қоғамның ахуалы солай. Олжа таратылатын ахуал емес біздің қоғам. Бөлісетін деген ғой. Хунайн соғысынан келеді, түскен олжаның бәрін алып келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әскерге бөліп беріп отыр ғой бәріне. Сол кезде бір адамдарға, белгілі бір адамдарға олжаны артығымен беріп жатыр дейді Расулалла. Абдуллах ибн Мас'уд айтып жатыр. Фа'ата ал-Aqra ибн Хабис 100 min al-ibil. Aqra ибн Хабис деген сахабаға 100 түйе береді. У'ата Уяйна ибн Хисн мисля залик. Уяйна ибн Хиснға да дәл осындай 100 түйе береді. Ой, 100 түйе беріп жатыр. Бір түйе неше тұрады қазір? Миллион деп есептеп жек. 100 миллион ба? Ойбой, бұны кім береді ал 100 миллион? В общем, бұл 100 миллионды алу үшін бұл барып келіп тұр ғой, көрдіңіз ба? Баратын жеріне барып келді. 100 миллион алу оңай емес. Содан аған береді. У'ата наса мин ашрафил араб. Арабтардың исламды қабылдаған, арабтардың басында жүргендерінен, яна үлкен атақтыларына дәл осылай берді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 100 түйелерден да. 100 түйе. Олар итак дүниесі бар адамдар ғой. Оларға 10 түйе берген, 20 түйе берген не болады оларға? Дым болмайды ғой. Шыққандай болады олар. 100 түйе одан артығымен ұрып жатыр дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы күні сондай олжаны үлестірген кезде әскерге, соғысқа барып келген жауынгерлерге үлестірген кезде осылай артығымен беріп жатыр дейді. Фақала ражулун, сол кезде бір адам тұрады да, былай дейді ғой. Бұндай адам табылады екен, көрдіңіз бе? Расулаллахтың айналасында табылған адам, бізде де өзі сондай адамдар болады ғой өмірде, андай бір. Ұнамайды да кезі келген жерде. Тым жақсы ана жерде бір имам мен жамағаттар өйтіп, ұйып уағыз айтып отырса, ана жақтан келеді де бір бұлар деген. Мынадай дейді да тастап кетеді. Өзі дым қатырып жатқан жоқ та, бірақ өзінің жұмысы сондай. Ана бірдеме жасалып жатқан жерлерді сырттан сөйтіп әңгіме айтып жүру, оның жұмысы сол.
миссиясы сондай ма білмеймін ғой, енді қайда мен өрегені сондай шығар. Бұлар деген осындай дейді. Ана жақта біреулер бірдеме істеп жатыр, қоя ғой оны дейді. Мына жерде де сондай бір адам тап болған ғой, сөйтеді де айтады, уаллахи инна хадихи қисматун ма удила фиха дейді. Пайғамбарымыз ана жауынгерлерге олжаны үлестіріп жатыр. Расуллахтың өзі, мына адам тұрады да айтады, уаллахи дейді, еще уаллахи дейді, уаллахи дейді. Пайғамбардың мына бөліп жатқан үлесі, бұл жерде әділдік жоқ дейді. Пайғамбардың үлесімінде әділдік жоқ дейді бұл жерде. Ақиқатты айтпайсыңдар деп тұр ғой енді. Айтады бізге, ақиқатты айтпайсыңдар сендер деп. Өзі ақиқаттың не екенін білмейді де, бірақ ол ойлап жүр ақиқат деген Тоқаевқа, президентке бірдеме айту деп та. Ол ақиқат оған күнде Алла айтылады, оған Расул айтылады, мынаны жаса, мынаны жасама деп айтылады. Ол ақиқаттың не екенін оқып тұрған жоқ. Мына адам өзінше сөйтіп айтады, мына бөлімде әділдік жоқ дейді. Уама урида фиха вajhуллахи. Бұл үлесте Алланың разылығы қарастырылмаған дейді. Сұмдық ауыр сөздер ғой, бұл үлесте Алланың разылығы қарастырылмаған. Құлту, Абдулла ибн Масуд айтады, мен айттым дейді ана адамға. Уаллахи ла ухбиранна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам. Мынаны міндетті түрде менге Расулаллахқа айтып беремін сен дейді. Осы айтқаныңды мен қазір Расулаллахқа жеткіземін дейді. Фа атайтуху фа ахбартуху бима қала. Сөйтіп пайғамбарға бардым да, Расулаллах, жаңағы адамның айтқанын айтып бардым дейді. Сізге осылай деп жатыр депті біреу. Фа тағайяра вajху хатта кана кассарфи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзі өзгеріп қып-қызыл болып кетті дейді. Жүзі өзгеріп қызарып кетті дейді. Сумма қала, сосын айтты дейді Расулаллах, фаман яъдилу иза лам яъдил Аллаху ва расулуху. Алла және оның елшісі әділдік көрсетпесе, кім әділ бола алады дейді. Аллах және оның елшісі әділдік қыла алмаса, кім әділдік қыла алады дейді де. Нүкте ғой, жойып тастады. Аллах және оның елшісі әділдік жасамайтын болса, одан басқа ешкім әділдік құра алмайды, ешкім әділдік жасай алмайды. Мына сөз түсініп тұрсыздар ма? Қайта-қайта айтып жатырмын әдейі. Шығып кетіңіз, мына темадан шығыңыз да мына сөзді ойланыңыз. Аллах және оның елшісі әділдік қылмаса, ешкім әділдік жасай алмайды. Ойламасын жер бетіндегілер, біз әділдік орнатамыз, біз бірдеме жасаймыз депті. Әділдік қашан болады? Аллах және оның елшісінің айтқандай болған кезде болады. Оны әділдік деп есептемесе, Аллах және оның елшісінің жасаған әділдік деп есептемесе, адамдар, біреулер, онда олар әділдік жасаймыз деп ойламасын. Олар әділдік қыла алмайды. Өйткені әділдіктің өзін Құдай жаратып тұр ғой енді. Қалай ол өзінің жаратқан нәрсесіне әділдік жасамайды? Пайғамбарымыз түрі өзгеріп кетті дейді, ашуланып, қызарып кетті дейді. Сумма қала, Абдулла ибн Масуд айтады, сосын пайғамбарымыз айтады, ярхамуллаху Муса, қад узия би аксара мин хаза фасабара дейді. Алла тағала менің Мұса бауырымды мейіріміне бөлесін дейді. Мұса пайғамбарды айтып жатыр пайғамбарымыз. Алла тағала Мұса пайғамбарды мейіріміне алсын. Өйткені ол бұл нәрселерден де көбінен, бұдан да ауырынан оған сынақ берілді, ол оған сабыр етті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Байқап отырсыздар ма? Бірнеше хадис өтті. Алдыңғы уақыттан мысал беріп жатыр пайғамбарымыз, өткендерден, өткен қауымнан мысал береді, өткен пайғамбардан мысал береді. Бұл пайғамбарымыздың әдеті, көрдіңіз бе? Неге? Өзіне және өзінің айналасындағы сахабаларына үлгі көрсетеді. Өткендерден, міне, ғибрат сендерге, міне. Сенің басыңа келіп жатқан нәрсе ойлама, тек сен көріп жатсың деп. Тек Алла сені ғана сынап жатыр деп ойлама. Сенің сынағың сыналғандардың ішінде, сынақ берілгендердің ішінде бір сынақтың бір түрі ғана. Ойлап қалма, солардың бірінші орнында тұрмын деп. Қай жерде олардың қатарына ілесе аласың ба, сынақ көру тұрғысынан? Ілесе алмайсың ба, бір Құдай біледі. Сондықтан басымызға келіп жатқан сынақта, ондай бір әлемде жалғыз өзіміз ол нәрсемен сыналып жатқан деп ойлап қалмайық. Ол не болса ол болсын. Ол өлім болсын, ол ауру болсын, ол кедейшілік болсын, ол байлық болсын, тоқтық болсын, маңызды емес. Фақульту, Абдулла ибн Масуд айтады, мен айттым дейді. Өз-өзіне айтқан ғой. Ла жарама, ла арфау илайхи бa'даха хадисан. Енді мен бұдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ешкімнің сөзін жеткізбеймін дейді.
бұдан кейін Расулаллахқа ешкімнің сөзін алып келіп айтпайтын боламын деп өз-өзіне уәде береді. Өйткені пайғамбарымызды ашуландырып алды ғой. Түрі өзгеріп қызарып кетті дейді ғой Расулаллах. Соны көрген кезде пайғамбар, сахабалар не істеді? Пайғамбарымызды екінші рет бұндай халде көргім келмейді дейді. Сол үшін мен енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біреудің сөзін жеткізбеймін дейді. Көрдіңіздер ме, сахабалар пайғамбарымызды қалай уайымдайтын? Ол кісінің, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзіне, ісіне, көңіл күйіне мән береді. Пайғамбарымыздың көңіл күйіне, көңілі түсіп тұрса оны көтеруге, немесе көтере алмайтын болса оның мән жайын сұрайды. Неге көңілсізсіз? Немесе қуанып тұрса не үшін қуанып жатсыз? Немесе өздері бір қайғыға себеп болып қалса, оған өкініш білдіреді. Келесіде бұлай жасамаймын деп та пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көңіл күйіне қатты мән береді. Махаббат деген, иман деген осындай болады. Біз қалай жасай аламыз? Расулаллахтың көңіл күйіне қалай мән бере аламыз қазір осы күнімізде? Расулаллахтың көңіл күйін қалай өзіміз бір деңгейде ұстай аламыз? Мысал айтыңызшы. Не істеуге болады? Біз қазір Расулаллахты ашуландырып алмауымыз үшін. Ізіне еру керек. Расулаллахтың ізіне еру керек. Өйткені сүннеттің үкімінде айтпайтын едік біз. Сүннет, бекітілген сүннет. Сүннет деген ол Расулаллахтың өмір бойы жасаған амалдар. Өмір бойы жасаған амал. Ал енді кімде-кім себепсіз сол сүннетті тәрк ететін болса, ол не болады дейді? Қияметтің күнінде Расулаллахтан сөгіс алады дейді. Сөгіс. Сөгіс айтқан адам қуанып айта ма сөгісті? Оған мәз болып айтып бере ма сөгісті? Не дейді? Сөгіс деген не ол? Оны кәдімгі сұраққа тарту. Оған ұрсу. Не үшін жасамадың оны деп айту. Ал бұл нәрсені сүннет жасамағандығың үшін беретін жауабымыз да бұл. Сөгіс алу деген осылай. Сонда көңіл күйді, Расулаллахтың көңіл күйін бұзбау, ол кісінің ізіне еру болады, болды. Басқа ештеңе емес. Қуантқың келетін болса, ол кісінің ізіне еру керек болады. Ол кісінің жасаған нәрселерін, өшкен заттарын сен жасауың керек болады. Осылайша біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзімізбен кездескен кезде иншалла бізді қуанып қарсы алуына және бізге сөгіс айтпай, бізге ұрыспауына себеп боламыз. Өз ісімізбен өзіміз себеп боламыз. Хунайн соғысынан, біздің хадисіміздің басын еді, Хунайн соғысы біткен. Хунайн соғысы деген хижреттің 8 жылында болған. Мекке фәтх қылынғаннан кейін, Мекке басып алынғаннан кейін Хунайн соғысы болады. Таиф пен Меккенің арасындағы бір жер ғой, үлкен алқап. Сол жерде Хунайн деп атаған, сол жерде соғыс болған. Мұсылмандардан 12.000 әскер болады. Ан жақтан сақифтар бар, солардан құралған 14.000 әскер келеді. Сонымен соғыс болады. Қараңыз, ислам тарихында осындай бір қателеспесем екі соғыс болса керек. Біреу Ухуд соғысы, мұсылмандардың жеңіліске кетіп барады, шегіну, сосын Хунайнда бар. Дәл сол оқиға болады Хунайнда да. Екеуіне де себеп бір нәрсе бірақ. Екеуіне де. Хунайнда да, Бәдірде де, Ухудта да. Хунайн соғысында да, Ухудта да. Мұсылмандар бірінші рет ол қателікке Ухудта барған, екінші рет Хунайнда барған. Бірақ Аллах елшісінің өзі болғандығы үшін ол жерде, Аллах елшісі өзі дереу айналасын жинап үлгергендігі үшін, ескертіп үлгергендігі үшін Аллах оларды қайтадан күш берген. Неге дейсіз ғой? Оны үйге барғанда Тәубе сүресінің 25-27 аятының арасын оқып аласыздар. Сол жерде Аллах Тағала бізге мұсылмандарға айтып жатыр. Хунайн күні деп, Хунайн соғысында айтып жатыр. Хунайн күні сендер көптіктеріңе сенген кезде, көптіктеріңе 12.000, 14.000 бұндайға шығып көрмеген олар. Ол көп есе аз болып баратын еді сахабалар, мұсылмандар, қаншама есе аз болатын еді. Мына жерде нормально немен кетіп барады. 12.000 әскер деген не деген сұмды ғой. Бұған дейін көрмеген ғой. Ана жақта 14.000, 2.000 ары бері разница не болады оларға?
түгемес қашын өтіп барады дейді, 2000-ді бүйтіп өтіп кете салады бұлар. Сонымен көптіктеріне сенген де бұлар. Бірақ не болды? Ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға тұзақ құрылатын, екі тастың арасында тұзақ құрылатын, бәрі осы оқиға осы жерде болады. Сахабалардың сандарына сенім арту, 12.000 деген санға сенім арту. Біз әлі күнге дейін мұсылмандарға осыны түсіндіре алмай жүрміз. Құдайдың құдіреті деген иманға келтіре алмай жүрміз мұсылмандарды. Құдайдың құдіреті деп. Сенің саның емес, сенің күшің емес саған жеңіс беретін. Саған жеңіс беретін Құдайдың құдіреті. Аллах тағала жаңағы Тәубе сүресінің 25 пен 27-нің арасында айтып отыр. Сендер көптіктеріңе сенген кезде, сендер сондай бір жеңіліске ұшырадыңдар. Жер беті кең болса да, кең жер сендерге тар болып кетті дейді. Кірерге тесік таппай қалған ғой. Өздеріне кең жерде таралтып алып тұрды. Расулла сол кезде сахабаларына жар салып, айғайлап тұрып, оларды тек қана Аллах үшін ғана соғысу, Аллах үшін кері қайтуларын бұйыра отырып, қайтадан оларды түзетеді. Осы кезде Аллах оларға жеңіс береді. Аллах үшін болу керек дейді. Сонда Алла тағала жаңа 27-ші аятта айтып отыр. Сол кезде біз сендерге жәрдемімізді бердік дейді. Сендерге жәрдемімізді бердік. Және сендер көрмейтін, білмейтін әскермен көмектестік дейді сендерге. 12.000 әскерін қайда қалды сонда? Сенген заттың қайда? Бірақ Аллах құдіретін алып келді. Көрдіңіз бе? Аллахтың құдіреті деген сол. Жер бетінде мұсылмандар, біздер қашан Құдайдың құдіретіне 100% сеніп өзіміз әрекет қылған кезде әңгіме басқаша болады. Әңгіме басқаша. Бұл аят 14 ғасыр бұрын басқа еді де, 14 ғасырдан кейін бұл аят өзгеріп кетті. Жоқ, сен сонда Құранның өзгергеніне иман етесің бе? Жоқ, әсте ондай емес, Құран өзгермейді. Адамдар өзінің нәпсісімен нәрселерді өзгерткісі келеді ғой. Сонымен жаңа соғыста сондай көп олжа түскен ғой енді. 24.000 түйе деп тұр ғой. Түйенің өзі ғана, басқасын білмеймін. 24.000 түйе олжаға түседі. Жаңағы Хунайн соғысынан. Қойы бар, басқа жаңағы тұтқынға түсіп қалғандар бар, басқа да қару жарағы бар. Соның бәрі алып келінеді ғой енді. Жеңіске жетті, жеңілген тараптың заттарын бәрі осылай алып келінеді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әдетте полный жаңағы олжаның бәрін ортаға жинап тұрады. Ол жерден ешкім бір ине де ала алмайды. Бір ине алса, оған ол тозақтың оты болады да. Бір ине де ала алмайды. Өйткені ол мұсылмандардың жанымен келіп тұрған дүние. Мұсылмандардың қанымен келіп тұрған дүние. Оған ешкім хақсыз бір ине. Мен барғанмын, осы әскердің ішіне мен бармын деп, Расулла бөлмей тұрып, бір инені де ала алмайды. Осылай тыйым салады. Итағатты көріп отырсыздар ма? Оны алып просто тісін шығып қайтып қоя алмайды да оған. Біреудің саған тиесілі емес болған дүниенің жауапкершілігі осындай болады. Қазіргі сол сіз жүрген айналаңыз, өзіңіз айналаңыз, жұмыстың мүлкі, басқа бәріне сақ болу керек. Мешіттің мүлкі, тем более мешіттің мүлкі. Басқа енді жоқ, керісінше айтайыншы былай. Мешіттің мүлкі Құдайдың мүлкі да бұл. Бұл имамдардікі емес бұл. Бұл жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқарманікі емес. Бұлардың барлығы кімдер? Осы жердің қызметін жүргізушілер. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бірлестік, және оның имамдарының бәрі осы жердің қызметін жүргізіп тұрған қызметшілер ғана дейік. Бұл негізі не нәрсе? Бұл Аллахтың мүлкіндегі зат. Сол үшін келген кеткенің бәріне айтылады. Бұл жерде абай бол, артық іс жасама, бір нәрсені сындырып қойма, бір затты бояма, бір затыңды тастап кетпе, рұқсатсыз алма, рұқсатсыз жасама. Бұл сенің дүниеңді талқылайтын жер емес, бұл сенің келіп телефоныңды зарядтап алып жататын жер емес, бұл Құдайдың құлшылығына арналған жер. Бұл жер тек Аллахты еске алуға арналған жер. Бұл дүниеден шаршап келіп, Аллахқа келіп мұңыңды айтып, мұқтаждығыңды айтып, разылығыңды айтып, маңдайыңды сәжде қойып бір рахаттанып кететін жер бұл деп айтамыз. Егер Құдай сақтасын, мешіттің бір мүлкін рұқсатсыз бірдеме қылып алып кетіп, бірдеме қылып қойсаң, оның жауабын Құдайға өзің бересің.
Аллахтың алдында. Я Аллах мейірімді ғой. Я Аллах кешір мені, кешіретін кешіретін шығар. Шынайы болса кешірімін сұрауың, Аллах кешірер бәлкім. Ал адам ше, бір адамның мүлкін рұқсатсыз алып қойсаң не болады? Адамның кешірімі ондай емес. Алланың мейірімі шексіз ғой, кешірімі. Адамдікі шексіз емес қой. Көңіліңе қарай ғой, настроениеге қарай ғой. Өзіңнің мұқтаждығыңа қарай. Өзіңе керек болып тұрса кешірмей қоя саласың ғой, сұрай саласың. Ал керек емес, өзіңде бар, анау артық болып тұрса кешіре қоясың. Қияметтің күнінде артық нәрсе болмайды. Артық зат болмайды. Маған бұның сауабы қажеті жоқ қой, қалдыра қой өзіңдер деп та. Ондай болмайды екен да, сол үшін қияметтің күнінде құл ақысы деген жаман болады екен да. Ал енді ойлайын, біреудің затын сен тартып алғансың да қорқытып ше. Ол сені разылығымен берген жоқ қой саған. Ол біреудің мүлкі болып есептеледі. Құдайдың алдында жауап беруге дайындаласың. Үлкен бір миллиардтаған ақшаларды айтпай ақ қояйық, біреудің ручкасын тартып алғансың да. Мектепте мысалға бір баланың ручкасын алып қойғансың, ұрлап алғансың. Немесе сондай нәрселер ғой. Бұның бәрінің жауабы болады да. Жұмыста олар да жеп жатыр ғой. Біз неғып ол жемейміз деген сөз айтатындар бар, Олар да жеп жатыр ғой. Біз неғып жемейміз дейді. Жұмыстың соляркасын тасиды. Бірдемелерін алып кетеді, ана кетеді, мына кетеді. Не істейміз енді? Қайтеміз енді? Білмеймін, енді өзіңе бір дұрыста бір молданың бір несін пәтуасын алып алмасаң, бірақ есеп бар екенін ұмытпаңыздар. Тек қана сенің соляркың ғана емес, барлық нәрсенің есебі бар ғой Құдайдың алдында. Сондықтан адалас деген оңай нәрсе емес екен, адалас деген. Бұлай келіп тұрған табысты кім жақтырмайды? Бұлай қатпысаң келіп жатыр. Не шаруаң бар, оны әркім өзіне жауап береді. Жегендер жесін, желкесінен шығарады сосын Құдай. Сосын жаңағы дүниенің бәрін жинады ғой Расулла, олжадан түскен да. Сосын оның 5-ке бөледі, соның бір бөлігін бәйтулмал, мемлекеттің қазынасына кетеді біреу. Мемлекетке пайда түсіп отыр, көрдіңіздер ме? Мемлекетке олжа, мемлекетке пайда келді. Ойлай бер, 24 мың түйесі бар олжа ғой, қаншама ол жерге алтын күмісі бар. Мемлекетке қарайған қазына түсті, экономикасына әжептәуір пайда беріп жатыр. Пайғамбарымыз ана жаңағы 100 түйеден беріп жатқан адамдар бар ғой, біреулеріне 100-ден асырып беріп жатыр да. Неге беріп жатыр дейсіз ғой? Олар жақында ғана мұсылман болған ғой, олар. Жақында мұсылман болған. Сөйтіп оларды ана дүниені беріп, ислам деген күшті екен ғой деп, олардың ана жүректерін бүйтіп ұстап қалу керек болып тұр ғой. Кішкене өздері толығымен түсініп алғанға дейін, пока кішкене ақшамен ұстайын деп тұр ғой олар. Осы әдісті жалпы қолдануға болады қазірде. Қолдануға болады. Қандай жерлерде бір адам дінге, Аллаңызға сіздің, пайғамбарыңызға сіздің, дініңізге, дін үкімдеріңізге, мұсылмандығыңызға сөз тигізіп жатса, қой дегенге қоймаса, оның аузынан дүниемен ұрасың онда. Дүниемен жабасың оның аузын. Аузыңды жап деп айтасың оған. Жаппаса, онда соны жағын бересің. Ол күлімсіреп, жайлап жаба қояды сосын. Жақсылап бір жерге алып барасың, или бірдеме билет алып бір жерге демалтасың. Сосын айтып көрсін енді. Жай өздігінен ауыз жабылады. Ол бір екінші жағы. Бір адамды дінге тарту керек болып тұр. Насихат айтылып жатыр. Сол насихаттың ішінде осы бір әдістерді қолдануға болады. Айтылып жатқан насихаттармен қоса, оған осы дүниелік жағынан. Дүние ұнайды ғой өйткені адамға, нәпсіге ұнайды ғой дүние деген нәрсе. Сол дүниелік жағынан да оған қолдау білдіріп, оны жай өзіңізге тартсаңыз, дініңізге тартсаңыз. Өзіңізге деп қой, өзіңізге емес, дінге. Өзі артыңызға адам жинап алып берсең, ондай дәрежеде емес. Дінге. Алла және оның елшісінің жолына, бізге емес. Қолданыңыздар. Дүниені Алла жолында жұмсау деген, ол тек зекет садақаны шығарып отыра беру емес ол. Осындай жерлерде де дүниелеріңізді сарып қылыңыздар. Енді сіздің себебіңізбен бір адам исламға келіп жатса, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Али ибн Аби Талибке айтқандай, ол сенің себебіңнен бір адамның тура жолға келуі қызыл түйеден де қайырлы деп айтқан жоқ па? Ол ең қымбат дүниеден де қайырлы болады. Күшті ғой? Әдемі ол. Аллах тауфиқ берсін. Осы жерден аяқтайық, иншалла, хадистің жалғасын. Келесі дәрісте жалғастырамыз, не болып жатқанын Алла қаласа.
Алла разы болсын. Аллах тағала қайырлы білім нәсіп етіп, сол ілімге амал етуде өзінің жеңілдігін, жәрдемін Аллах баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллах.